Сәлеметсіздер ма? 944 есебімізде x-тің қандай мәндерінде өрнектің мәні теріс сан болады дейді. Демек, қай уақытта 0-ден кіші болады деген сөз. Бірінші есебімізде 2x азайту 5 кіші 0-ден. 2x 5. Енді x-ті екі жағында біз 2-ге бөлсек, 5-ті бөлеміз 2-ге. Яғни 2,5 шығады. 5 деген сан. Бізде x-іміз кіші, сондықтан минус шексіздіктен 2,5-ге дейінгі. Бұл бізде бірінші есеп. Бірінші есептің біріншісі. Келесі 1,4 x азайту 7 кіші 0-дан деп аламыз. 1,4 x кіші 7-ден болады. Енді екі жағында 1,4-ге бөліп берсек, x 7-ні 1,4-ге бөлсек, бізде 5 болады. Демек, x кіші 5-тен, демек минус шексіздіктен 5-ге дейінгі аралық. Келесі. Бізде 6 азайту x кіші 0-дан болады. Енді 6 x-іміз шығады. Бізде жауабы, яғни x-іміз үлкен, демек 6-дан плюс шексіздікке дейін деген сөз. Келесі, екінші есебімізде y-тің қандай мәндеріне өрнектің мәні оң сан болады дейді. Демек, бізде бір азайту y-іміз үлкен 0-дан деп аламыз. Яғни, бұл жерде минус шексіздіктен 1-ге дейінгі аралық болады. Екіншісінде түстерін өзгертіп отырайын. Y қосу 8 үлкен 0-дан деп аламыз. Y минус 8 болады мына жерде. Минус 8-іміз, яғни бізде y үлкен. Минус 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Үшінші есеп, мен өшірейін. Үшіншісінде үш y азайту 4,5 бізде 0-дан үлкен деп аламыз. Өйткені оң сан. Енді 3y бізде 4,5 плюс болып шығады. Енді 3-ге бөлсек екі жағында. 4,5-ті 3-ге бөлсеңіздер 1,5 болады. Яғни y үлкен, демек 1,5-тен плюс шексіздікке дейін деген сөз.